Алпамыс батыр жырының өзіне тән бір ерекшелігі оқиғаны шегініспен қатар диалог арқылы баяндауында. Басқа жырларда сирек кездесетін бұл әдіс жырдың композициялық ерекшелігі болып танылады. Алпамыс жырында бір оқиғаны әңгімелеп келе жатады, оны бітірместен екіншісіне көшеді. Осы ретпен жырдың көптеген әңгімелері баяндалады. Жырдың жалпы желісін бұзбай, оқиғаны шегініс арқылы баяндаудың композициялық мәні өте зор. Жырдың екінші бөлімінде баяндалатын оқиғалар түгелдей дерлік диалог түрінде құрылған, диалог арқылы сипатталған. Алпамыс жыры өлең құрылысы жағынан біркелкі емес. Мұнда оқиғаны біресе өлең түрінде, біресе қара сөзбен жырлау мол орын алған. Ал өлең түрінің өзі кейде 7-8 буынды, кейде 11 буынды, кейде 10 буынды болып келеді. Қазақтың қаһармандық жырларында батырлар қашанды өз жарларын үлкен ұрыс жүргізіп, жауын мұқатып барып алатындығы, бір жағынан көшпенді жаугершілік өмірдің объективті шындығына сәйкес келсе, екіншіден эпостың құрылысындағы қажет көркемдік тәсілдің бірі болып саналады. Эпикалық сюжеттің байланысы көбінесе бас қаһарманның бұрын өзіне белгісіз, бірақ болашақ тағдыр үшін шешуші мәні бар хабарды естуінен басталады. Жыр тек қана тайпа мәселесі, немесе елін, жерін қорғап қана емес, адамның жеке басының мүддесі мен махаббат аясында да қарастырылған. Ал оның ертерек кезде туғандығын аңғартатын негізгі мотивтің бірі қалыңдығын іздеу жолындағы аттанысы.